Ужинға не дайындарыңды білмей жүрсің бе? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, достар. Біз бүгін штруль дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет, бір жұмыртқа қажет, тұз қажет, және де тестамыз осылай есіп жылы жерге қоятын боламыз. Биязымызды аршып, жартылай колечко қылып турап, қазанымызды қыздырып, сұйық май құйып жарты ететін боламыз биязымызды, және де үстінен қара бұрыш салып қуырамыз қызарғанша, және етімізді осылай төрт бұрышты етіп турап, бияздың үстінен салып, оны да қуырамыз, және кішкене қуырылғаннан кейін тұз салып, тағы да қуырамыз. Және арасында картошкамызды аршып, жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Етімізге енді су құйып, етіміздің қаттылығына қарай 10-15 минут пісіретін боламыз. Үстінен қайнап жатқанда лавровый лист саламыз. 2-3 тестамызды 1/3 бөлікке бөліп алып, осылай жұқалап етіп есетін боламыз. Өте жұқа қыламыз. Содан кейін үстіне май жағып, сұйық май жақсаңыздар да болады, сары майды ерітіп жақсаңыздар да болады. Және де ішіне бияз немесе морковь салуға болады. Біздің балалар жақсы көрмейді, сол себепті мен құр сұйық май жағып, осылай тестамызды орап аламыз, және осылай кесектерге кесіп салатын боламыз. Етімізге лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Және де қайнап жатқан еттің үстіне картошканы турап, осылай картошканы саламыз. Картошкадан су асып кетпеу керек, тестамыз былжырап езіліп кететін болады. Және де тестаны осылай салып, араларында тесік қалдырып отырамыз. Штруліміз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.